Біз келдік. Милана, сенің неге көңіл күйің жоқ? Және сен неге жалғыз отырсың? Арман қайда? Ол бөлмесінде кітап оқып отыр. Менімен сөйлескісі келмейді. Сонымен мен осылай жалғыз отырмын. Мәссаған. Жарайды, сен кете бер, мен өзім сөйлесемін Миланамен. Жарайды. Жарайды, болды, Милана, көңіл күйін түсірме, жарай ма? Жарайды. Мен онда Арманмен сөйлесіп көрейін. Сәлем, Арман. Кітап оқып жатсың ба баяғыдай? Иә, көріп тұрсың ғой. Неге сонша ашуланып жауап бересің? Жай сұрап жатырмыз ғой. Жай көңіл күйің болмай отыр. Сен осы кітап оқудан жалықпадың ба? Мүмкін Миланаға да көңіл бөлерсің, кішкене болсын. Милана ма? Оған иә, бөлем ғой сосын. Бағана Милананың бөлмесіне барып қарасақ, Милананың көңіл күйі жоқ болып отыр екен. Сосын не болды деп сұраса, сен көңіл бөлмей қойыпсың дейді. Жарайды, сөйлесіп көремін. Бірақта мен қазір өте маңызды кітабымды оқып отыр едім. Жарайды, бірақта енді саған сендім. Жақсылап сөйлесесің ғой? Иә. Ал келді шешеміз. Айтпақшы, байқадым, сендер барлықтарың бір-бірлеріңмен парочка болып апсыңдар. Иә, ағай. Айтпақшы, Милана неге сен көңіл күйің жоқ? Оның көңіл күйі болмай тұр. Иә, бір себептерге байланысты. Ағай, кейін айтсам бола ма? Жарайды, сенің мазаңды алмай-ақ қояйын. Кешірім сұраймын, кешігіп келдім. Кешірім сұрасай? Кешірім сұра тезірек. Милана, кешірім сұраймын, мен кітап оқып жатыр едім, сол кезде мен қатты ашуланып жаттым. Сен мені кешіресің ба? Иә де. Жарайды. Наконец-то. Иә, біз сендер үшін қуаныштымыз. Рахмет үлкен. Жарайды, шайларың суып қалмасын, шайдан ішейік. Шай ішіп болған соң, баяғыдай өзіміздің тиктогымызды түсіріп жүру керекпіз. Жарайды, бәріне ас болсын. Жарайды, енді не түсіреміз? Сен қалаған нәрсені түсірейік. Жарайды, кеттік. Мен бір видео таңдап қойғанмын, соны қайталап түсірейік. Жарайды. Осылайша олар жақсы парочка болып кетті. Ал Дидар мен Жәния болса, менің ішім пісіп кетті. Онда не істейміз? Мүмкін музыка тыңдаймыз? Жоқ, тыңдағым келіп тұрған жоқ. Онда далаға шығайық, қыдырайық. Иә, келісемін, давай. Жарайды, кеттіктер. Мәссаған, Аманның тиктогы күшті екен ғой. Қандай әдемі. Аманда вроде 73 подписчигі бар екен. Өте аз ғой. Менің тиктогымды көріп жатсың ба? Ой, жоқ. Жай просто Аман дейтін басқа баланың тиктогын көріп жатырмын. Түсінікті. Не істеп жатсың, айтпақшы сен? Тамақ істеп жатсың ба кухняда? Иә, тамақ істеп жатқам. Сен не үшін келдің? Мен мына жер мороженое жеп кету үшін келгем, қарым ашып кетті. Не тамақ жасап жатсың? Тамағың күйіп кеткен сияқты ғой. Ужас, күйіп кеттім, тамағым. Мәссаған. Ой, үйдің терезесін ашу керек. Тамағым қап-қара болып күйіп кетті. Енді ол ештеңеге жарамайды. Енді маған басқа тамақ жасау керек. Оның үстіне жаңағы қосқан ингредиенттердің бәрі бостан босқа кетті. Жарайды, ештеңе кетпейді. Или суши, пицца заказать ете саламыз. Болды, оған қайғырма. Неменеге тикток көрдім мен? Менің тиктогымды көрдің ба, шынды айтшы? Иә. Білгемін. Онда жарайды, мен кеттім. Сен тамағын жасай бер. Бәрін қайтадан жасауым керек болды. Осылайша олар осылай тату болды, бәрі бір-бірімен дос болды, пара болды сіздерге. Бұл сериалдың соңына салайық, басып тіркеліп кетіңіз. Және де мен ұзақ күн бойы видео түсіре алмадым, потому что менде сабақ болды. Сосын барып мен шаршадым. И наконец-то видео түсіріп отырмын. Енді, надеюсь, күнде видео түсіріп тұрармын. Так что мен уәде бере алмаймын.
Так что сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіз және де сау болыңыздар.